Жастарға қазір әлеуметтік желі тәрбие беріп жатыр ғой, соның ішінде мына ойын деген мәселені де бір қарастыру керек сияқты. Осыдан 4-5 жыл бұрын қай қалада екенін ұмытып тұрмын, бір жас бала көлікті тізгіндеп қаланың ішінде тәртіп сақшыларынан қашады. Соған әйтеуір жаңағы жүргіншілер жолына шығады, әйтеуір үлкен құқық бұзушылық жасап, ақыры ұсталды. Сонда жаңадан сұрайды, неге бұлай жасадың десе, мен GTA деген ойынды жақсы көретін едім дейді. Ол GTA-да машинаға мініп аласың да, кез келген жерге соғасың, қашасың, милициялардан қашасың деген сияқты. Соған әбден бойын үйретіп алған бала ойынның ырқынан шыға алмай, соны өмірде қайталап қойды. Сол сияқты көптеген қаныпезер ойындар көп бізде. Ол да баланың психологиясын білдіреді. Психологтар айтады, бала бір көреді, екі көреді, әбден көре берген сайын, ананы ойнаған сайын, бір кездерде соның орнына өзін қояды дейді. Сондай деңгейге жетеді дейді психологтар айтады. Сөйтеді да жаңағыдай құқық бұзушылықтар, қылмыстар жасап қойып жатқан жайы бар дейді.